Екінші жасайтын нәрсеміз бұл бізде плинтус. Плинтусты жасау үшін біз алдымен sweep деген модификаторды қолданамыз. Sweep модификаторының негізін түсіндіріп жіберейін сізге логикасын. Тура осы флур генератор сияқты ол да немен жұмыс жасайды, линиямен. Т кнопкасын басып топқа өтемін, жоғарыдан қараған бетке плюсті басамын, линия. Осылай дәл жаңағыдай бір линиясы дайын кез келген. Ол тұйық болуы мүмкін, не болмаса осылай ашық линия болуы мүмкін. Мышканың оң жағын басып линиядан шығамын, модификаторға өтемін. Модификаторларда sweep міне sweep деген модификаторды таңдаймын. Ең соңында тұр екен. Бассам, маған осылай линияның бойымен жасап береді. Бұл жерде көреміз. Angle, яғни бұрыш деген форманы жасап беріп жатыр маған, ашық бұрышты. Осы сияқты бұның бірнеше паттерндері бар, жай ғана төрт бұрыш, оның өзінің параметрлері бар, биіктігі, ені деген сияқты осылай қолдансақ болады. Одан кейін panel, цилиндр деген секілді осылай трубаларды жасай беруге болады. Бірақ бізге қазір қызықтыратын нәрсе осы линияның бойымен өзіміздің профилімізді жүргізу. Өзіміздің профиліміз деген не нәрсе? Тыны басып жоғарыдан қараған бетке өтемін. Мысалы, линиямен мен өзіміздің линиямен бір тым үлкен болып кетті. Кішігірім болып жасайын. Осылай бір өзім қалаған бір профилімді жасайын. Нүктелерге өтіп, мынаны таңдап, салып қойып, мынаны таңдаймын, sweep. Одан кейін бізге керек бөлім use custom section, pick деп өзімнің жасаған профилімді таңдаймын. Сонда менде өзімнің жасаған профилімді бұл осы линияның бойымен жасап шықты. Осы секілді біз плинтустың профилін жасай аламыз. Мен дайындап қойдым ол профилді. Оны біз жүктеп, жай осы проектке көшіруіміз керек. Ол үшін біз file, import, merge осы арқылы мен сізге мына файлдарды жіберген кезде ішінде плинтус деген не болады? Папка. Бейне тұрып, плинтус деген 3ds Max папкасы, all, окейді басамыз. Міне бізде плинтустың профилі дайын тұр. Sweep модификаторында осы жерде пикті басып, осы профилімізді таңдасақ, осылай біздің профилімізді, яғни плинтусымызды осы линияның бойымен жасап береді. Енді бізге не істеу керек? Дәл осы логикамен мына еденнің контурын сызып алу керек бізге тағы бір рет. Содан кейін осының бойымен бізге плинтусты жүргізу керек. Оны қалай тез жасасақ болады? Біз алдында флур генераторда уже линиямыз дайын, почти дайын. Осыны көшіріп аламыз, Ctrl-V кнопкасын басамыз. Сонымен копия арқылы көшіреміз. Флур генератордың оң жағын басып, мышканың cut деп модификаторды алып тастаймыз. Сонда бізде тек линия қалады. Линиямызға sweep деген модификаторды береміз. Модификаторды бердік, use custom selection, pick, және біз өзіміз жасаған алдыңғы профилімізді таңдаймыз. Профилімізді таңдағаннан кейін бізде плинтусымыз дайын, бірақ бізге керек жерде тұрған жоқ ол. Бізге керек жерде тұру үшін sweep parameters деген жерде pivot alignment деген бар. Яғни қай жерде тұрғанын қалаймыз, неге қатысты, линияға қатысты. Осы арқылы біз осылай таңдап өзімізге керекті жерді таңдай аламыз. Яғни менің жағдайымда мына жер ыңғайлы болып тұр. Бірақ біз бұл еденнің үстінде тұру керек. Еденнің үстіне шығару үшін 10 мм жоғары қарай көтерсек болады. Немесе осылай да қалдырсақ болады, қатты бір айырмашылық жоқ. 10 мм жоғары шығардық, бірақ бізге мына жерлерде плинтус керек жоқ. Себебі мына жерде есіктің наличнигі түседі екі жағынан, мына жерде де керек жоқ. Бұның бәрін өшіріп тастай аламыз. Модификатормен жұмыс жасаған кезде біз линияға қайтадан көшеміз, sweep емес, линияға сегмент бөліміне өтеміз, F3-ті бассақ болады. Осылай wireframe режиміне өтіп қарап, мына линия керек емес линиялардың бәрін таңдап, delete-ті басып өшіріп тастаймыз. Біз мына линияның бәрін өшіреміз. Екіні сегмент бөліміне шығамыз, басып sweep модификатор арқылы көре аламыз. Осылай бізге қажетті неде тұр, деңгейде. Енді бізге потолокты жасау керек. Оны жасау үшін біз тағы да мына объектіміз таңдап, бұдан линия жасайсақ болады. Яғни объектіміз, стенамыз таңдаймыз, edit poly'де қабырғалар режиміне өтеміз, edge режиміне, және F4-ті басып сетканы шығарып аламыз тағыны, жоғарғы контурлары арқылы таңдап, Ctrl-ді басып тұрып таңдаймыз. Егер жаңағыда қате таңдалып кетсе, осылай
Ctrl-Z басып артқа қарай қайта саламыз. Осылай Ctrl-ды басып таңдаймыз. Так, тағы да қайта таңдалып кетті. Артық таңдалмағаны дұрыс. Так, тағы артық таңдалып кетті. Осылай таңдап аламыз дағыны create shape параметрін linear деп жаңа линия шығарамыз. Линияны қабырға edge бөлімінен өтеміз, шығамыз. Сосын өзіміздің жасаған линиямызды таңдаймыз. Линияның пивоты өте астында тұр. Оны ортасына алып келу үшін біз иерархия бөлімінен өтеміз. Affect pivot only деген кнопканы басып, center to object деген батырманы бассақ, объекттің центріне біздің pivot поинтымызды алып келеді. Яғни жұмыс жасау оңай болады. Affect pivot only дегенді қайтадан өшіреміз, модификатор бөліміне өтеміз және shell деген модификаторды берсек болады. Shell модификаторы арқылы оған қалыңдық береміз, 100 деп берсек болады. Қатты маңызды емес бұл, бірақ бұның биіктігі 3100 емес, бізде проект бойынша қателеспесем 2800 ау деймін. Немесе 3000 болып тұра берсін, біз бұны 300 болып кетті. 3000 болып тұра берсін, біз бұны қазір шкафтың биіктігімен бірдей қылуымыз керек. Яғни бізде шкаф потолокпен прям бір деңгейде тұр. Қателеспесем, потолокпен бір деңгейде тұр. Так, енді біз тереземен тереземен есіктің моделін жүктеп алуымыз керек. Осы екеуін орнықтырамыз бірінші кезекте. Ол үшін дәл алдыңғыдай file, import, merge, dur, window, all, ok'ді басамыз. Сәл күтеміз. Осылай бізге тереземен есіктің моделі пайда болады мына жерде. Есікті таңдаймыз, төбесінен қараған витке өтеміз. Z-ті басып максимизация жасаймыз. W-ды басамыз, не болмаса мына жерде select and move деген батырманы басып, X және Y көстері бойынша алып, бұны өзімізді бөлмемізге алып келеміз жақындатып. Привязканы қосамыз. Привязканы 2,5-ға қойсақ болады. 2,5-ға қойып, мына бір нүктеге ұстамай жатыр қазір. Так, привязканы өшіріп жұмыс жасай берген дұрыс болатын сияқты. Осылай объектімізді алып, осылай қимылдатып қойсақ болады. Так, вроде бәрі дұрыс шықты. Бізге қазір потолок қатты керек емес, сол үшін бұны көрінбейтін қылып қойсақ болады. Ол үшін потолок таңдаймыз, мышканың оң жағын басамыз, Object Properties деген бөлімге өтеміз, Display as Box деген жерге галочка қоямыз да, окейді басамыз. Сонда бізде потологымыз мындай прозрачный бокс сияқты болып тұр. Сол арқылы біз жұмыс жасай аламыз. Есігіміз барлығы дұрыс тұрма, оны білу үшін есікті таңдаймыз. Сосын қабырғаны таңдаймыз, Alt-Q батырмасын басып, біз оны изоляция жасаймыз, Alt-Q'ді басып. Бізге мына сеткада мешет жасайды, кедергі жасамас үшін J кнопкасын басып, сетканы өшіріп тастасақ болады. Енді қарап аламыз, есік толығымен дұрыс тұрма, дұрыс тұрған жоқ па? Так, мына жері дұрыс тұрған жоқ, яғни мынаны қабырғаға жақындату керек. Мен төбеге қараған витке өтеміз. Так, астынан қарай берейік. Оп, міне, енді дұрысырақ болған сияқты. Ctrl-Shift-дамен мына көк жарық болып тұрған ені өшірсек болады, өшіріп қоссақ. Енді Alt-Q'ды тағы бір рет басамыз, Alt-Q'ды, сонымен изоляциядан толығымен шығамыз. Біз тереземізді таңдаймыз, тереземізді дәл осылай тыны басып, жоғарыдан қараған витпен X, Y көстері бойынша жылжытып, мына жаққа қарай әкеліп қоямыз. Есік пен терезеден кейін енді бізге фурнитураны қою керек, яғни шкафтар, жаңағы комод, файл, import, merge, және furniture деген папканы файлды таңдаймыз, all, окей. Міне бізде шкафымыз дайын, импортталды, тыны басамыз, W-ды бассақ болады, немесе select and move дегенді мышкамен таңдап, осылай алып келеміз біздің қабырғамыздың ішіне, бөлмеміздің ішіне, олай бұрышқа алып келсек болады, мына бұрышын, қалғандағы да осымен тіке, Ctrl-Z, бәрімен осылай тіке орнатылуы керек. Біз алдында айттық, потолок шкафтың несімен бірдей болу керек деп. Біздің бокс ретінде тұрған потологымызды таңдаймыз, алдынан қараған витке өтеміз, Z-ті басамыз, жақындап аламыз осы Z-тің арқасында, және Y өсі бойынша потолокты астыға қарай түсіріп, примерно мынаның несіне қойсақ болады. Карниздің деңгейіне. Карнизіміз. Шкафтың деңгейіне деген, шкафтың деңгейіне. Бізде мына неміз есігіміздің коронкасы биік болып кеткен, бұны астыға қарай түсіру керек, яғни нүктелер бөліміне өтеміз. Дәл осы фронттан қарап тұрған кез витте мына нүктелердің бәрін таңдаймыз жоғарғы коронкадағы. Және осыны
y өсі бойынша y-ті осылай бір рет бассақ жанады, y өсін активация жасаймыз, x өсін де осылай активация жасауға болады бір рет басып, ол кезде бізде объект тек қана x өсімен ғана қимылдайды. Ctrl-Z, бізге тек y өсімен қимылдағаны керек. Осылай y өсімен қимылдатып, былай қойып қоя аламыз. Потолокпен бірдей болатындай қылып. Келесі бізге не істеу керек? Келесі импорттайтын нәрселеріміз, олар бізде молдинг. Молдингті жасап алайық бірінші. Біздің молдингіміз импортталды. Енді осы молдингті алып, біздің картинамыздағыдай қылып жасауымыз керек. Бізде молдинг мына жерде бар, мына қабырғада және мына қабырғада бар. Бұны қазір наглаз дейміз ғой, наглаз жасайтын боламыз. Төбесінен қараған бетке өтеміз, қабырғамызды таңдаймыз, Alt-Q-ді басып изоляция жасаймыз, F3-ді басып wireframe режиміне өтеміз. X, Y өсі бойынша қимылдатып, бұны біз мына қабырғаны дәл ортасына қоюымыз керек. Дәл ортасына қою үшін біз привязканы 2,5-ға қоямыз. Привязка қосылып тұру керек, осылай көкпен жанып. X өсі бойынша ұстап, міне бізде midpoint жұмыс істеп жатыр. Midpoint осылай бір сызықтың осылай ортасын табуға көмектеседі. X өсі бойынша осы жерге қимылдатып аламыз, привязканы өшіріп, Y өсі бойынша жаймен қабырғаға жақындатып тақаймыз. Осылай біз молдингімізді қойып алдық. Енді жоғарыдан қараған бетке қайттан өтеміз. Shift-ті басып тұрып, copy режимінде OK-ді басамыз. Енді айналдыру керек бізге бұны 90 градусқа айналдыру үшін select and rotate деген батырман былай бассақ болады, немесе E горячий клавишасы арқылы айналдыру режиміне өтіп алсақ болады. Енді біз бұны 90 градусқа Z өсімен бұруымыз керек. Z өсімен бұру үшін біз мына сыртқы нені көріп тұрсыз ғой, көк болып тұрған линияны осы көкке жақындатамыз. Үстін бір рет бассақ болады, не болмаса осылай жанып тұрған кезінде оңға қарай жаймен айналдырсақ болады. Бізге ровно 90 градусты ұстау қиын болады. 90 градусты ұстау үшін біз Ctrl-Z-ті басамыз. Мына жерде Angle Snap Tools, Toggle, яғни привязка по углу дейді ғой, бұрыш бойынша привязканы қосамыз. Осыны қосқаннан кейін біз бұрған кезде мына Z өсімен әр 5 градус сайын бұл аттап отырады. 75, 80, 85, 90 деп. Осылай біз дәл 90 градусқа бұра аламыз. Енді қайтадан Select and Move режиміне өтеміз. Y өсі бойынша ұстаймыз дағына. Привязканы қосуымыз керек 2,5. Y өсі бойынша мына қабырғаның ортасына әкелеміз. Одан кейін привязканы өшіріп, X өсі бойынша мына қабырғаға барынша жақын етіп қоямыз. Тақап. Ішіне кіріп тұрса да ештеңе қылмайды. Бұл бізге көріне бермейді. Одан кейін нүктелер бөліміне өтеміз. Біз барлық нүктелерді таңдауымыз керек. Y өсі бойынша жылжытамыз. Шамамен осы жерге дейін алып келсек болады. Мұна төбесіндегі нүктелерді таңдаймыз. Y өсімен осы жерге дейін алып келсек болады. Алады, сәл асты қарай жылжытайын, тым жақын кетіп қалған сияқты. Одан кейін Select and Rotate-ті басамыз, немесе E клавишасын басып, Z өсі бойынша 90 градусқа бұрамыз. Copy арқылы бұрдық, W-ді бастық. Select and Move режиміне өтіп, және X, Y өсі бойынша алып келеміз, жақындатып. Одан кейін привязканы қосамыз. X өсі бойынша алып, бұны қабырғаның ортасына қоямыз midpoint арқылы. Привязканы өшіреміз. Y өсі бойынша жоғары қарай жүргізіп, қабырғаға барынша жақын қоямыз. Одан кейін нүктелер режиміне өтеміз. Жаңағы таңдаған нүктелеріміз арқылы біз оны созамыз енді екі жанына қарай. Осылай наглаз істей берейік әзірге. Қателеспесем, бір примерно осындай, дұрыс, осындай орын қалып тұр. Сәл жақындатсақ болады. Так, нүктелер режиміне шығамыз, қараймыз. Бізде молдингтер дайын деп айтсақ болады, бірақ Alt-Q-ді бір рет басамыз, бір рет басамыз изоляциядан шығу үшін. Бізде молдингтеріміз, мына екі молдингіміз мына үстелдің жоғарғы жағында тұрады. Ол үшін F3-ді басып wireframe режиміне өттім, екі молдингті таңдадым, үстелді таңдаймын, Alt-Q-ді басамын, F3-ді басамын. Одан кейін молдингті таңдаймын, молдинг таңдаймын, нүктелерге өтем, астыңғы нүктелердің бәрін таңдаймын. Z өсі бойынша жүріп жылжытамын. Қаншалықты биікте тұрған референстен көріп жүрсек болады, қатты биік емес. Осы жерлер примерно. Енді нүктелер режимінен шығамын объектті, келесі объектті таңдаймын, молдингті, онда нүктелерін таңдаймын. Барлығын бірге басып Z бойынша ашып қойсам болады. Енді мына екеуінің өлшемін бірдей қылу үшін мен F-ті басып алдынан қараған бетке өтемін, Z-ті басып максимизация жасаймын. Привязканы қосамын. Y өсін
Так, мына нүктелердің бәрін таңдаймын дағыны Y осі бойынша жылжытуды таңдаймын, үстін бір рет басып, және мына нүктені алып, мына нүктеге бір деңгейге қоямын. Осылай екі молдингтің деңгейі бірдей болды. Нүктелерді басып режимнен шығамын. Alt Q бір рет басам, тағы бір рет басам изоляциядан шығу үшін. Осылай біз молдингтерімізді дайындап алдық. Енді келесі бізге мына әйнектің моделін жасау керек. Айнаның оның моделін жасау үшін біз мына молдингімізді таңдаймыз, қабырғамызды таңдаймыз, Alt Q-ді басамыз. Және F-ті басып алдынан қараған бетке өтеміз. F3-ті басып wireframe режиміне өтеміз, Z-ті басамыз. Енді дәл осы жерде бізге плюсті басып, мына жерде боксты жасау керек. Боксты жасау үшін біз тағы да 2,5 мен привязканы қосамыз. Мына бұрыштан келесі бұрышқа дейін біз не жасауымыз керек? Бокс қоямыз мына бұрышқа. Сосын мышканы жоғары қарай көтереміз. Мына жерде hey деген параметр жұмыс жасап жатыр. Біз жоғары төмен қолданып жатқан кезде, примерно бізге бұл 5 болған жеткілікті. Біздің боксымыз дайын болды. Мышканың оң жағын басамыз. Бокс жанып тұр, себебі мышканың оң жағын басып боксты жасаудан шығамыз дағыны. Енді бізге мен мынаны шығарып қоймын мына жерге. Мынадағыдай не жасау керек? Деление бөлу керек айнаны. Оны қалай бөлеміз? Боксты мышканың оң жағын басып convert to editable poly деп полигоналды моделированиеге өтеміз. Edge бөліміне өтеміз. F3-ті басып wireframe'ге өтеміз. Дағыны барлық мына жоғарғы, астыңғы және үстіңгі сегменттерін таңдаймыз. Мына жерде connect'ті тауып settings бөлімін ашамыз. Одан кейін бізге керек 2-ге бөлу керек. 2-ге бөлеміз. Ара қашықтықтарын осылай екінші параметрді көтеру арқылы көбейтеміз. Ара қашықтықтарын 48, 49, 48 жеткілікті деп ойлаймын. Содан кейін енді мынаның бәрін таңдаймыз. Мынаның бәрін таңдағаннан кейін connect'ті тағы басамыз. 2 керек, 48 емес, енді бізге көбірек керек. Яғни мына жерде бір квадрат пайда болғанша. F-ті басып алдынан қарасақ болады, Z-ті басып максимизация жасаймыз. Так, квадрат болу үшін мына квадрат 88-ге қойсақ болады. Галочканы басамыз. Одан кейін полигондар режиміне өтеміз. F4-ті басып сетканы қосып қоямын. Барлық полигондарды таңдап шығамыз. Артық полигон таңдалып кетсе Ctrl-Z-ті басамыз міндетті түрде. И енді бізге полигондарды ішке қарай кіргізу керек. Қазір бізде мына жерден бітті ғой, енді ішке қарай кіргізіп тағы бір полигон жасау керек. Ол үшін біз inset деген функцияны қолданамыз. Міне inset функциясы, осының параметрін ашамыз. Бұның параметрін Ctrl-Z көтерсек, бізде барлығына ортақ бір ішкі бір полигон жасап жатыр да, сыртынан. Әр полигонның өз алдына бөлек осылай ішінен полигон жасау үшін inset by polygon деген режимін ауыстырамыз. Міне мынаны басу арқылы. Сонда бізде әр полигон өзінің ішінен тағы бір полигон жасайды. Значениесін 5 деп қоямыз. Enter, галочканы басамыз. Енді бұны Y осі бойынша алға қарай сәл шығару керек. Привязканы өшіреміз. Y осі бойынша сәл бір 2-3 миллиметрге осылай алға қарай шығарсақ болады. Сосын геометриясы дұрыс көріну үшін біз бұны chamfer модификаторын береміз. Яғни полигонды басып бұдан шығамыз. Модификаторлардың арасында chamfer деген модификатор бар. Chamfer модификаторын берген кезде бізді геометриямызды құртып жіберді. Себебі бұның amount деген параметрі өте көп тұр, 10 болып тұр. Бізге бірдің өзі жеткілікті болу керек, даже бірдің өзі артық болуы да мүмкін. Бір сәл артықтық етеді екен. Астыға қарай сәл түсіреміз. Мына мен 0,5 деп қойсақ та болады екен, және сегменттер санын 2-ге көбейтеміз. Осылай біз өзіміздің айнамызды жасап шықтық. Және мына жердегі бір ұмытып кетпейтін параметр smoothing output деген жерде smooth entire objects, smooth chamfers only деген параметрге ауыстырамыз. Сонда біздің геометриямыз дұрысырақ көрінеді. Осылай біз төбеден қараған бетке өтеміз, тыны басып, және Y осымен дуалға бұны біздің қабырғамызға осылай жақындатып қойып қоямыз. Айнамыз дайын болды. Молдингтің ішінде тұратын. Енді бізге браларды қойып шығу керек. Браларды қойып шығу үшін біз Alt Q деп тағы 2 рет басып изоляциядан шығамыз. File, import, merge, бра деген таңдаймыз. All, окей. Т деп төбеден қараған бетке өтеміз дағыны. Select and move немесе double кнопкасын басамыз.
x y осьтері арқылы алып, бұны осылай қабырғаға жақын етіп орналастырамыз. Мына қабырғада тағы біреуін қоямыз, instance арқылы көшіреміз. Окей, select and rotate, z өсі бойынша 90 градусқа осылай бұрамыз. Select and move, осылай жылжытамыз. Қабырғаға жақындатып, осылай біздің неміз дайын болды. Бұрамыз. Енді келесі істейтін нәрсе бізде бұл декорация. Декорацияны бөлек импорттаймыз. Файл, импорт, merge, декор, all, окей. Бізде бұл объект бар деп тұр. Біз жаңа apply to all duplicates деген жерге галочканы қоямыз да автор name деп басамыз. Және төбеден қараған видке өтеміз. F3-ті басамыз wireframe режиміне шығу үшін. W-ды басамыз, немесе select and move режиммен осылай қимылдатып алып келеміз. Group open дегенді басамыз. Біз группадан шығару үшін мына айнамызды таңдаймыз. Айнамызды таңдағаннан кейін select and move пен осы жерге алып келеміз. Ctrl-Z, group close дейсақ болады. Және парфюмдерді мына жаққа қарай қойсақ болады. Осылай біз геометриямызды бітіріп қалдық. Дәл қазіргі біздің мына жасайтын ракурсымызге бізге мына объект керек жоқ. Сол үшін пока мына нелерді жасаймыз, розеткаларды. Розеткаларды жасау үшін файл, import, merge, менде включатель деген не бар. Папка, соны all, окей деп басамыз. Apply all duplicates, after name merged material дегенді басамыз. Және select and move, төбеден қараған видке өтеміз. Тыны басып, x, y осьтері бойынша бұны мына жерге алып келеміз. Примерно осы жерлерге келіп түседі бұл розетка. Розетка мен включатель. Енді мына нелерді жасау үшін біз өзіміз мына бір розетканы қолданамыз. Оны таңдаймыз. Shift-ті басып тұрып, x, y осьтері бойынша мына жерге көшіріп алып келеміз. Copy деп көшіреміз. Окей. F деп алдынан қараған видке өтеміз. Z-ті басып максимизация жасаймыз. Сосын алыстап, y осімен жоғары қарай көтереміз. Бұның тұрған биіктігі, мына молдингтен сәл жоғары. Сәл жоғары. Мына жерге қоямыз. Содан кейін молдингті таңдап, Alt-Q-ді басып изоляция жасасақ болады. F3-ті басамыз, wireframe режимінен шығамыз. F4-ті басып сетканы қоссақ болады. Содан кейін бұның элементтер бөліміне өтеміз енді. Бізге мына рамкасын кеңейту керек. 3 розетка сиятындай қалып, сол үшін элементте тек мына розетканың сыртын таңдаймыз. Ctrl-ді басып тұрып, нүктелер бөлімі бірге басамыз. Ctrl-ді жібермейміз, басып тұрмыз. Осылай біз таңдаған элементіміздің бүкіл нүктесін осылай таңдай аламыз. Ctrl-ді жібереміз. Бізде мына нүктенің барлығы таңдалып тұр. Және Alt кнопкасын басып тұрып, керек емес нүктелерді осылай алып тастаймыз. Сонда бізде өзімізге таңдауға керек, яғни былай қарай созу үшін нүктелердің барлығы таңдалды. Осыны X өсі бойынша енді солға қарай созамыз. Әзірге маңызды емес қаншалық созылатыны. Нүктелер режимінен шығамыз, элементтер режиміне өтеміз. Бәрін таңдаймыз мына жерде. Керек емес рамканы Alt-ті басып тұрып алып тастаймыз. Енді X өсі бойынша Shift және Ctrl батырмаларын басып тұрып, солға қарай жылжытып, мыналардың бәрін көшіреміз. Арасында сәл зазор қалдырып, қазір жақындатып алайық көріну үшін. Shift Ctrl-ды басып тұрып, X өсі бойынша жылжытамыз даған. Арасында сәл ғана зазор қалдырамыз дағаны. Clone to element деген неге галочка қойып, окей дегенді басамыз. Тағы бір не жасаймыз, розетка. Зазор қалдырамыз кішкене, және clone to element тағы бір рет бастық. Нүктелер бөліміне өтеміз. Мына нүктелердің бәрін таңдаймыз. X өсі бойынша оңға қарай жылжытып, мына рамканы жабамыз. Сонымен нүктені қайттан бассақ болады. Және wireframe режимінен шықсақ та болады. Осылай бізде 3 розеткамыз дайын болды. Бұны pivot point-ын ортаға қарай әкелуіміз керек. Ол үшін иерархия бөліміне өтеміз. Affect pivot only, center to object дегенді басамыз. Affect pivot only-ді өшіреміз. Модификаторлар бөліміне өтеміз. Привязканы қосамыз. 2,5-да тұру керек привязка. X өсі бойынша мына молдингтің дәл ортасын тауып аламыз даған, осы жерге қоямыз. Привязканы өшірсек болады. Және бұны молдингпен бір деңгейде қоямыз. Тыны басып жоғарыдан қараған видке өтеміз. Z-ті басып максимизация жасаймыз, алыстатамыз. Y өсі бойынша молдингпен бір деңгейге осыны енді қою керек. Қойғаннан кейін тағы сәл жоғары қарай көтерейін. Alt-Q-ді басып изоляцияға түсіреміз. Тағы бір рет басып изоляциядан шығамыз. Изоляциядан шыққаннан кейін біз не істей аламыз?
изоляциядан шыққаннан кейін біз енді геометриямыздың барлығы дайын болды десек те болады. Бізге люстра қазірге керек жоқ бұл ракурсқа. Сол үшін біз камерамен жұмысты бастап кетсек болады. Камера және жарық қою деген жұмыстарды. Тағы бізде соңғы тағы бір модель қалды, ол карниздің моделі. Карнизді жасау үшін біз тура жаңағы sweep модификаторын қолданып плинтусты жасаған сияқты карнизді жасайтын боламыз. Сол үшін файл, импорт деп біз керісінше файл, импорт, merge деп карниздің моделін аламыз, профилін, all, окей. Мына жерде карниздің профилі шығады. Дәл сол сияқты енді бізге біз потолокты таңдасақ болады. Мышканың оң жағын басып, object properties, display as box деген режимді өшіреміз, окей дейміз, яғни потологымыз кәдімгідей көрінеді. Карнизді де Ctrl-ды басып тұрып таңдаймыз екеуін бірге. Alt-Q-ді басып изоляция жасаймыз, потологымызды таңдаймыз. Бізде бұда shell деген модификатор қосылып тұр қазір. Осының бойымен жүргізгіміз келсе, біз Ctrl-V-ны басамыз, яғни көшірмесін жасаймыз, copy арқылы окейді басамыз, shell модификаторын алып тастаймыз, сонымен модификатор листін ашып, sweep модификаторын қоямыз дағына, use custom selection pick деп мына профиліміз таңдаймыз. Осы кезде бізде sweep модификатор арқылы профиліміз шықты. Мышканың F кнопкасын басып алдынан қараған бетке өтеміз, Z-ті басамыз, Y осі бойынша астыққа қарай түсіреміз дағыны, мынамен бір деңгейге қойсақ болады осылай. Негізі 2,5 привязканы қосып, мына бұрышынан осылай крестик шыққанын күтеміз дағыны алып, мынамен бір деңгейге қойсақ та болады. Привязканы өшіреміз, Alt-Q-ді басып изоляциядан бір рет басамыз, екі рет басып шығамыз.